Достар, баршаңызға қайырлы күн. Е-салық азамат порталы арқылы қалай налогты қайтарамыз немесе перекидка жасау. Ол үшін е-салық азамат приложениесіне профильге тіркелу немесе кіру деп басып, өзіміздің ЭЦК ключімізбен немесе бір реттік парольмен тіркеліп кіріп аламыз. Енді осы жерде басты бетте жоғары жақтағы, сол жақтағы 3 сызық бар. Соның үстін басамыз. Сол кезде салық әмияны үстін басамыз. Паролімізбен кіреміз. Енді осы жерде тұрған мына жерде артық төлемді пайдалану деген тұр. Осының үстін басып кіреміз. Енді осы жерде бізде міне барлығы көрсетіліп тұрады. Артық төлемдер, қанша қай салық органынан қарызымыз немесе артық төлем бар. Артық төлемдердің бәрі осылай шығып тұрады. Енді осыны қалай перекидка жасаймыз немесе қайтарып аламыз. Сол жайында сіздерге көрсете кетейін. Мына жерде бізде 286.352 теңге салық бойынша жалпы артық төлем тұр. Осыны сіздерге мысал ретінде көрсетіп кетейін. Таңдау батырмасын басамыз. Енді бұл жерде қайтару үшін және есепке алу үшін деп тұр. Бұл жерде қайтару үшін дегенге кірсек, енді бұл жерде банкты таңдаймыз. Қай банк счетымызға түсіреміз. Мына жерде барлық банктер тұр. Мысалы, Каспий болса, Каспий деп. Енді мына жерге 20 таңбалы KZ-тен басталатын счет номерімізді тіркейтін боламыз. Және жалғастыру деп басамыз. Сол өзімізге қайтатын болады. Егер ол рұқсат берілген болса, жауабын күтесіздер. Келесі есепке алу үшін дегенді көрсете кетейін. Үстін басамыз, кіреміз. Енді міне бізде негізгі борыш. Бұл жерде қарыз бар налогтан және пенясы бар өсімпұлы. Қайсысына аударасыз дейді. Мысалы, таңдау деп батырмасын басамыз. Мына жерде артық төленген 286.000-ды мысалы, мына жерге қаншасын салғыңыз келеді дейді, әлеуметтік салыққа. Бұл жерде бізде 19.000 пеня шығып тұрды. Соны осы жерден алып төлеуге болады. Ары қарай растау батырмасын басып, жауабын күтеміз. Бұл жерде жауабы қайда келеді? Мына жерде тарихы деп тұр. Шыққан кезде тарихы үстін басамыз. Осы жерде міне бізде мыналар уже не подтверждена болып тұр. Себебі осылай шығып тұрады. Қабылданбаған. Мыналардың бәрі қабылданбаған деп тұр міне. Осылай жауабы келіп тұрады. Егер сіздерге отрицательный шыққан жауабын көрсетейін, мына жерде мен 286.000-ды басқа УКД-ға аударып жіберген. Соны өзінің ИП мекенжайы бойынша УКД-ға аудардық. Қайдан деген жерде, қай УКД-дан қайда аудардыңыз? Барлығы түсінікті түрде көрсетілген. Жоғарыда қабылданды деп жасыл птичка тұр. Осылай мінеки достар, осылай оп-оңай өздеріңіздің төлемдеріңізді қайтарып алуға немесе перекидка басқа салық органынан басқа салыққа аударып алуға болады.